Баршаңызға сәлем, қымбатты менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге өте дәмді және де семіртпейтін нағыз диета ұстап жүрген ханымдарға арналған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал келесі видео рецепте мен сіздерге құрамына малиновый конфи қосып дайындалатын шпинатный торттың рецептісімен бөлісемін. Сондықтан дәл осы видеоларды жіберіп алмас үшін дәл қазір каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін все деген батырмаға басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен пирогтың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды және де қантымызды, оның үстіне жұмсақ бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, барлығын біріктіріп араластырып аламыз. Мен миксермен араластырдым, шанышқымен немесе венчикпен араластырсаңыздар да болады. Оның үстіне разрыхитель електен өткізілген ұнымызды араластырып, аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл бізде песочное тесто барлық пирогтарға келе береді. Сондықтан дәл осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді алдын ала дайындап қойған формамызға салып бірден жұмыс жасай берсек болады. Форманы ең алдымен майлап, астына пергамент қағазын төсеуді ұмытпаңыздар. Мен қамырымды бір күн алдын дайындап қойғандықтан қамырым сәл қаттылау болып тұр. Тоңазытқыштан шыққан қамырды осылай пайдалана берсеңіздер де болады. Және де бұл қамырды 3 күн тоңазытқышта және де 1 ай мөлшерінде морозилкада сақтауға болады. Морозилкадан еріткеннен кейін міндетті түрде холодильникке ертіп қолданасыздар. Қамырымызды дәл видеодағыдай барлық жерін тегістеп, жайып және де үстінен осылай шанышқымен түйреп қоюды ұмытпаңыздар. Сонда қамырларыңыз піскен кезде көтеріліп кетпейтін болады. Мінекей барлық қамырымызды дайындап алдық. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге құрғақ ірімшік және де алдын ала жуып кептірілген шпинат қажет болады. Білесіздер, шпинат адам ағзасына өте пайдалы шөптердің қатарына жатады. Әсіресе қартаюдың алдын алып және де жүрек қан тамырлар жүйесіне өте пайдалы. Енді осы шпинат қолымызбен үзгеннен кейін оның үстіне крахмалымызды және де оның үстіне қантымызды, қаймағымызды және де ванилинді қосып 3 дана немесе 2 дана жұмыртқа қоссаңыздар болады. Мен 3 дана жұмыртқа қостым. Барлығын біріктіріп блендермен жақсылап езіп аламыз. Бізде ірімшіктің түйірлері қалмау керек. Сондықтан жақсылап блендермен езіп майдалап турап аламыз. Неге бұл пирог семіртпейтін пирог? Себебі шпинаттың құрамына калий кіреді. Ол жүрек тамыр жүйесін жетілдірумен қатар ағзадағы артық сұйықтықты кетіреді. Ал бұл сәйкесінше ісіну мен целлюлиттің алдын алады. Сонымен қатар оның құрамында лютеин бар, ал ол қартаю процесін бәсеңдетеді. Сондықтан да бұл пирогты мен семіртпейтін пирог деп атадым. Мінекей біз барлық салмамызды пирогқа құйып алдық. Енді осылай столға жақсылап 3-4 қайтара ұрамыз. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 40 минутқа пісіріп аламыз. Достар, сонымен қоса менің каналымда басқа да тәтті торттардың, пирогтардың, оңай жеңіл жасалатын салаттардың рецепттері бар. Сондықтан дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаның белгісін се деген батырмаға басып қоюларыңызды сұраймын. Сонда келесі шығатын видео рецепттердің алғашқылардың бірі болып көріп отыратын боласыздар. Мінекей біздің пирогымыз пісті. Бастапқыда осылай беті кішкене дірілдеп, жабысқақ болып тұрады. Міндетті түрде дәл осылай формасымен суытып аламыз. Формасын суығаннан кейін бірақ шешесіздер. Және де осы пирогты 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар, одан да жұмсақ және де үгітілмелі болып шығады. Мен сіздерге тоңазытқышқа қоймай жылы кезінде кесіп көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ, нәзік және де аузыңызда еритін өте дәмді пирогты сіздер де дайындап көріңіздер. Өзіңізді және де отбасыңызды тәтті дәммен қуантыңыздар. Мінекей біздің тортымыздың ішкі нарезкасы осындай болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де комментарий бөліміне өз ойыңызды қалдыра кетуді де ұмытпаңыздар. Ал каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналымды қолдап тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.